көбінесе қазір отбасылар мынандай эмоциямен үйленіп қойып жатады да. Бірақ эмоция деген нәрсе ол ұзақ емес қой, кез келген уақытта қозғалыста болып тұрады. Адам өзі іс-әрекетіне сенімді болған кезде үйленіп, сол нәрседен отбасы құрғаннан кейін барып өзі 13 жастан кейін, қазақ халқы 13 жас отау иесі дейді ғой. Балиғатқа толғаннан кейін, оның уже ақылы кеңейгеннен кейін ол жан-жақты ойлау керек. Қазақ халқы айтады, үйлену оңай дейді. Бірақ үй болу қиын дейді. Бізде қазір үйлену қиын, бірақ үйленудің өзі де қиын болып кетті қазіргі заманда. Бірақ осы тұста мына нәрсе бар. Отбасы деген кезде мынандай бір бақытқа байланысты мынандай бір формула айтылады екен, сөз айтылады екен. Бақыт деген не нәрсе дегенде, бұл илахи бір хикметтің, яғни Алладың тарапынан келетін бір жақсылықтың сол бір сәтте эмоцияны интуиция арқылы қағып алған кездегі сезім деп айтады дейді. Ол бір аз ғана уақыттық болуы мүмкін, бір сондай бір құшақтықты уақыт болуы мүмкін. Ол бір адам бақытты болуға кедергі бақытты болам деп талпыну екен ғой. Яғни қашан қайтсем бақытты болам деп соны іздеп жүрген адам өзінің қасындағы бақытын таба алмай қалады дейді.